Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен нарын тағамының рецептімен бөлісетін боламын. Қазақтың ұлттық тағамы бешбармақ секілді өте дамды тамақтардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Салқын суымызға тұзымызды, жұмыртқамызды және сұйық майымызды құйып жақсылап араластырамыз. Електен өткізілген ұнымызға осы сұйықтықты бірден құйып қамыр илейміз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Осы қамырымызды салафанға салып жарты сағат тындырамыз. Піскен жылқының еттерін осылай ұзынша етіп турап аламыз. Кез келген еттен жасауға болады, бірақ жылқының етімен қазы, шұжық араластырып жасасаңыздар өте дәмді болып шығады. Менде бұл жерде шұжығымызды да осылай ұзынша етіп турап аламыз. Тынған қамырымызды екіге бөліп, бір суаласын жайып аламыз. Қамырымызды осындай жұқалықта жайып алып, видеодағыдай кесіп шығамыз. Қайнап жатқан сорпамызға қамырымызды салып, пісіріп аламыз. Піскен қамырларымыздың арасы жабысып қалмас үшін арасына май жағамыз және де шамалы уақыт бөлме температурасында суытамыз. Суыған қамырларымызды осылай орап, жіңішкелеп, турап шығамыз. Осылай жіңішкелеп турап алған қамырымызға дайын тұрған етімізді қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Дастарханға ұсынар алдын бетіне тұздығын саламыз, яғни пиязды осылай дөңгелек етіп турап, сорпаға бір бұқтырып аламыз, бұрыш салып, және де осылай ұсынамыз. Өте керемет болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Міне біздің нарын тағамы дайын. Сорпамен осылай ұсынсаңыздар болады. Сорпаға құрт салып ұсынсаңыздар тіптен дәмі керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Кәмшат. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.